Бәріне сәлем, мен есім Батырғалиева Гүлнұр. Бұл Белес Ньюс бағдарламасы. Бүгін мен 10-шы сынып оқушылары Айгүл және Дианадан сұхбат алу арқылы сендерге ғылыми жобалар мен олимпиадалардың мектеп өміріне әсерін айтамын. Кеттік! Ғылыми жоба мен оқу үлгеріме онша қатты әсерін тигізген жоқ, себебі мен дайындықты ертерек бастадым. Сонымен қатар өз пәнімді жетік меңгергендіктен сабақ пен жобаны бірге алып жүру маған қиынға соққан жоқ. Ғылыми жоба менің оқу үлгеріме үлкен әсерін тигізді, себебі мен күнделікті сабақ уақытынан кейін құрылғымды жасақтау үшін мектепке баруыма тура келді, және менің барлық зейінім осы ғылыми жобаны мінсіз күйге жеткізуде болды. Ғылыми жобаның кемшіліктері ол бірінші сенің уақытының көп кететіндігі, себебі тыңғылықты зерттеу жасау үшін сен өзіңнің уақытыңмен құрбан етесің. Екіншісі ол ғылыми жобаны жасау барысында біз онлайн форматта көп жұмыс жасадық, сондықтан бұл менің денсаулығыма кері әсерін тигізді. Ғылыми жобаның жақсы жақтары туралы айтатын болсақ, бірінші бұл мұғаліммен өте көп уақыт өткізу арқасында мұғаліммен оқушының арақатынасының жақсаруы, және де жалпы осы жобаны жасақтау барысында, зерттеу барысында көптеген жаңа тың нәрселерді білесің. Ал желілік кезеңге өткен кезде басқа қалалардағы қатысушылармен және олардың жаңа жобаларымен танысасың. Менің ойымша, бұл жалпы оқушы үшін үлкен құнды тәжірибе. Достар, сізге ғылыми жобаға қатысты беретін кеңесіміз: жетекші таңдағанда мұқият болыңыз, себебі сіздің таңдаған тақырыбыңыз мұғалімге де қызық болғаны, оның да қызығушылық білдіргені өте маңызды. Және де тек мұғалімнің нұсқаулығымен жүрмей, өзіңіз де ізденіп осы тақырыпты толықтай түсінуге тырысыңыздар. Сізге үшінші беретін кеңесіміз: пән тақырып таңдағанда өзіңіздің жаныңызға жақын, ұнайтын пәнді таңдаңыз. Және берілген уақытты тиімді пайдаланып, жалпы жұмысыңызды берілген уақытта аяқтауға тырысыңыздар. Ғылыми жоба бастаудан қорықпаңыздар. Біздің қолымыздан келген зат сіздердің де қолыңыздан келеді. Сәттілік. Достар, сізге таңдағанда өзіңіздің жаныңызға жақын, ұнайтын пәнді таңдағанда маңызды. Sorry. Давай, жұмысыңызды берілген... Sorry.